Әлемдегі ең қымбат ғимаратты екі-ақ адам салған, білесіз бе? Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Бұл шығарылымда бір адамға умра жолдамасын сыйлаймыз. Ұтысқа қатысу шарттарын видеоның соңында айтамыз. Ибрахим пайғамбардың баласы Исмаил ер жетеді. Ол анасы Ажар анамызбен қазіргі Мекке қаласында ол кезде кішігірім ауыл аймақта өмір сүреді. Ибрахим пайғамбар екі жаққа қатынап жүреді. Бір жағы қазіргі Мекке қаласы болса, екінші жағы Сара анамызбен Иерусалим қаласы. Ибрахим пайғамбар Иерусалимде болғанда Исмаил алейхиссалам сол жердегі Джурхум деген тайпаның басшысының қызына үйленеді. Біраз уақыт өткен соң Ибрахим алейхиссалам өзінің әйелі Ажарға, Исмаилға барып қайтайын деп Меккеге жолға шығады. Мекке мен Иерусалимнің арасы шамамен бір айлық жол. Сөйтіп сапардан Меккеге аман есен келіп, баласының үйіне барса, Исмаил жоқ екен. Сөйтсе Исмаил сапарға шығып кетті. Сонда келіні Ибрахимді, яғни қайнатасын көрмеген, танымайды. Енді үлкен кісі болғаннан кейін үйіне құдай қонақ келіп қалды деп кіргізіп, дастархан жайып шайын береді ғой, былайынша айтқанда. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам Исмаил қайда деп сұрайды. Ол сапарларға жиі шығып кетеді, үйде болмайды ата, отбасыға уақыт бөлмейді дейді. Ибрахим алейхиссалам жағдайларың қалай дегенде, жағдай осы ғой енді, нашар деп шүкірсіздік танытады. Сонда бәрін көрген Ибрахим алейхиссалам, жарайды, онда мен жүрдім, сен Исмаил келсе айт, табалдырығын ауыстырсын деп кетіп қалады. Келін ештеңе подозревать етпей, жарайды деп қалып қояды. Ибрахим алейхиссалам Иерусалимге жол тартады. Біраз уақыттан соң Исмаил алейхиссалам үйіне келеді. Сол кезде әйелі келген қонақ жайлы оның табалдырықты ауыстырсын деп айтқанын Исмаилға жеткізеді. Сонда Исмаил әкесінің келіп кеткенін түсініп, оның айтқанын орындап, әйелмен ажырасады. Біраз уақыт өткеннен кейін басқа әйел алады. Ибрахим алейхиссалам Меккеге тағы да келеді. Келсе Исмаил аң аулауға шығып кетті. Келіні күтіп алып, дастархан жайып, шай беріп, ақсақалмен әңгімелеседі. Бұл келінде Ибрахим алейхиссалам қайнатасын танымайды ғой. Ибрахим алейхиссалам: қалай жағдайларың, Исмаил қайда? Не істеп жатсыңдар деп сұрайды. Сонда келіні: Аллаға шүкір, жүрміз, өніп өсіп жатырмыз, ешқандай проблема жоқ деп жауап береді. Ибрахим алейхиссалам: жарайды, мен жүрдім, Исмаилға сәлем айт, табалдырығын бекітсін деп кетіп қалады. Исмаил үйіне келсе, әйелі бір кісінің үйге келіп кеткенін және табалдырығын бекітсін деп айтып кеткенін жеткізеді. Исмаил қуанып, әйеліне кімнің келгенін түсіндіреді. Неге Ибрахим пайғамбар бұлай етті? Себебі Исмаил алейхиссалам пайғамбар болатын білді. Пайғамбарға әрқашан қасында жүріп, қолдау білдіретін әйел керек. Ибрахим алейхиссалам әйелдер Сара анамызда, Ажар анамызда қиын қыстау кездерінде қасында қолдау білдіріп, әрқашан шүкіршілік етіп жүрді ғой. Исмаилға да сондай әйел керек болды. Аллаға шүкір, Исмаил алейхиссаламға сондай әйел табылды. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар Алланың бұйрығымен Меккеге келді. Бұл жолы жай ғана емес, үлкен тапсырмамен. Құранда біз Ибрахимге Қағбаның орнын көрсеттік деп келеді. Яғни бұған дейін Қағба жер бетінде болған. Адам атаң кезінде де, Нұх пайғамбардың кезінде де. Бірақ Нұх алейхиссалам кезінде білесіздер, өткен шығарымдарда айтқанбыз, Нұх пайғамбар уақытында жер бетін толық су шайып, Аллаға серік қосатын бүкіл адамдарды өлтіріп кеткен болатын. Сол кезде Қағбаны да шайып, жер бетінде ештеңе қалмаған. Сөйтіп Алла Ибрахим алейхиссалам мен Исмаилға Қағбаның орнын көрсетеді. Олар барып қазып көрсе, Қағбаның фундаментін көреді. Сөйтіп Алланың бұйрығымен әлемдегі адамдардың барлық құлшылық ететін қыбласы болатын, қажылық жасайтын ғимараттың құрылысын бастайды. Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил Қағбаның кірпіштерін қалай бастайды? Меккеге барғанда білесіздер, ол жақ таулы, тасты жер ғой. Үлкен тастарды алып, жан-жағын жонып, мынандай кірпіш қып жасап, Қағбаны қалай бастайды? Біраз уақыт өтеді. Екеуі аянбай еңбектенеді. Сөйтіп Қағбаның бір шетіне келгенде лайықты тас табылмай қалады.
Ибрахим алейхиссалам Исмайылды жұмсап лайықты тасты алып кел дейді. Исмайыл алейхиссалам барып іздеп бір тасты алып келсе, Ибрахим алейхиссалам болды, керек емес дейді. Сөйтсе жаңағы керек жерге бір тас уже қаланып тұр екен. Қараса жылтырап, әп-әдемі болып тұр. Бұны Алла жәннаттан түсірді дейді. Қазір біздің тауабымыз басталатын қара тас бар ғой, сол жәннаттың тасының бір бөлшегі. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам мен Исмайыл қағбаны биік қып көтеріп, төбе жағындағы кірпіштерін қалап жатқанда Ибрахим алейхиссалам бой жетпей қалады. Сөйтіп астына бір кірпіш қойып, үстіндегі кірпіштерін қалай береді. Кірпіштерін ана баса берген сайын Ибрахим алейхиссаламның аяғын ізі қалып кеткен ғой. Соны қазір Меккеге барғандар, Қағбаға барғандар білет. Тауаф етіп жатқанда Мақам Ибрахим деген Ибрахим алейхиссалам аяғының ізі бар. Сол кірпіш әлі күнге дейін сақталған, Қағбаның есігіне қарама-қарсы жерде тұр. Бармағандар болса баруды нәсіп етсін. Ибрахим алейхиссалам мен Исмайыл Қағбаны қалап бітеді. Сөйтіп Алла тағала Ибрахим алейхиссаламға адамдарды Қағбаға құлшылық етуге шақыр дейді. Мен қалай шақырам, айдалада тұрмыз ғой дегенде Алла тағала сен жай ғана шақыр, мен көмектесем деп жауап береді. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам тауға шығып, ей адамдар, қасиетті Қағбаға қажылық өтеуге келіңдер деп шақырады. Біраз уақыт өткен соң адамдар келе бастайды. Сендер кімсіңдер дегенде қажылық өтеуге келген адамдар екенін айтып түсіндіреді. Сонда Алла тағала адамдардың жүректеріне Ибрахим алейхиссалам сөздерін жеткізген екен. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам келген адамдарға қажылық рәсімдерін үйретеді. Сол уақыттан бастап қазіргі күнге дейін қажылық құлшылығы жасалып жатыр. 2-ақ адам салған бұл ғимарат дәл қазір бір сәтте 4 миллион адамды сыйдыратын мешітке айналды. Қазіргі есеп бойынша ғимараттың салыну құны $100 миллиард. Әлем бойынша дәл қазір ең қымбат ғимарат екен. Бірақ ол қазіргі ғимараттың құны ғой. Ал бұл ғимаратқа адам атаң заманына бастап қарайтын болсаң, құйылған ниет, ықылас, уақыт, қаражатты есептеу мүмкін емес. Ал ол мешітте оқылған бір намаздың сауабы басқа мешітте оқыған 100 мың намаздың сауабына тең. Енді достар, ұсыныс, осы видеоның соңына дейін қараған адамдардың ішінен бір адамға умра жолдамасын сыйлаймыз. Шарттар өте оңай. Осы YouTube парақшаға тіркеліңіз, осы видеоға лайк басыңыз және коммент қалдырыңыз. Коммент көбірек қалдырған сайын ұту мүмкіндігіңіз де көп болады. Жеңімпазды Ағарс Инста парақшасында ораза айт күні тікелей эфирде анықтайтын боламыз. Жіберіп алмас үшін Инстаграмға да тіркеліп қойыңыз. Шын мұқтаж жанға бұйырсын.